Қайырлы күн, сіздермен бірге жаңалықтар топтамасы, студияда мен Ақбота Сақұлова. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа кезекті жолдауын арнады. Басты мақсат Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол мәңгілік Қазақстан жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын кемел болашақтың келбеті. Президенттің кезекті жолдауында ғалымдардың сөзіне сүйенсек, он сенсациялық, он креативтік ой айтылған көрінеді. Түгел дерлік елдегі маңызды салаларда қарастырылған. Бұл тұрғыда білім саласының шет қалуы мүмкін емес еді. Жолдауда елбасы әлемдегі барлық дамыған елдердің сапалы, бірегей білім беру жүйесі барын, соған сәйкес ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұрғанын тілге тиек етті. Жолдауда айтылғандай 2020 жылға қарай Қазақстандағы 3-6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100% қамту жоспарлануда. Сондықтан президенттің ойынша оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу міндеті де қойылды. Сол себепті мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеруге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру шарты болуы тиіс. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев таяудағы 3 жыл ішінде 2017 жылға дейін орын жетіспеушілігін жойып, қажетті жерлерде елдегі барлық мектепті 2 ауысыммен оқытуға көшіру керектігі һәм үкімет пен әкімдер осы міндетті орындау үшін бюджет қаражатының бөлінуін қарастырғаны жөн деп мәлімдеді. Егер осы жұмыс уақытымен атқарылар болса, алдағы 2-3 жылда дуалдық техникалық және кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесінің негізін қалыптастыру мүмкіндігі тумақ. Тіпті келешекте жастардың техникалық білім алуын мемлекеттік кепілдендіруге көшіруді қарастырылуы да әбден мүмкін. Осы мәселе бойынша нақты ұсыныстар үкімет тарапынан 2014 жылғы 1 маусымға дейін енгізілуі мүмкін. Қазақстан 2050 стратегиясы барлық саланы қамтитын және үздік өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы деп білу керек. Ол елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз сынала жүріп шыңдалатын үлкен емтихан. Жанболат Кенжеғұл, Диана Ізбасар, Жастар ТВ. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің философия кафедрасының меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы, профессор Сапар Қалдыбаевтың жаңа кітабының тұсаукесері болып өтті. Рухани шараға жиналған зиялы қауым өкілдері туынды туралы өз ойларын ортаға салды. Толығырақ тілшіміздің бейнебаянында. Сіздің осы еңбегіңіз, осы мәңгілік ел деген концепцияның идеясын негізі және соның дәлелі деймін. Сондықтан бүгін сіздің жұмысыңыз бұл біздің мәңгілік елдің мәңгілік ел не себеп? Мәңгілік ел тек қана біздің ел емес, бәлкім жалпы адамзат мәңгілік деген ой бар сияқты деймін, Сапар Абдуалиевич. Осы жағынан сізге үлкен рахмет. Применительно к истории Казахстана. Егер мүмкіндік болып жатса, мен Қазақстан тарихы жөнінде өз ойымды білдірсем деймін. Бұл енді болашақтағы жоспарым. Бүгінгі тұсаукесеріме уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға, айтылған жақсы тілектер мен жылы лебіздеріңізге үлкен алғысымды айтамын. Өкінішке қарай, бұл кітабымның 2000 данасы ғана жарық көрді. Туындымды түгелдей дерлік қалалық кітапханаларға, жоғары оқу орындарына таратып жібердім. Оның барлығы дерлік өз оқырмандарын тапты. Ал қазір қолымда тек электронды түрі ғана бар. В электронном варианте есть. Вот здесь в электронном варианте.
Қаңтар айының 28-і ұлыстас Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Осыған орай университетімізде дәстүрлі іс-шаралар өткізілді. Осы күні Байтұрсынұлының ескерткішіне гүл шоғын қоюмен қатар Ахмет Байтұрсынұлы ұлтымыздың рухани көсемі атты дөңгелек үстел болып өтті. Алғашқы сөзде Ақылбек сізден бастасақ. Аула екі пікір бар. Өйткені бұған дейінгі ақан зерттеушілер, ақан танушылар Рабиға Сыдықованың, Нұрымғали Нұрғалидің кітаптарында, Википедияда, энциклопедияда барлық жерлерде көрсетілген ақан 1870 жылы 28 қаңтарда Сарытөбек деген жерде Торғай облысына қарасты туған. Бұның бәріңіз жақсы білесіздер. Ана тілінде сауаттандырып, әрі ана тілінде оқыту үшін жүргізетін күресінен ең соңғысы сол ана тілінде оқытатын оқулықтар жазуымен аяқталған болатын. Тұрсыновтың Мағжан Жұмабаевтың, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлиннің сүйегі дәл қайерде жатқан белгісіз. Көптеген журналистер оның Алматы облысының жанында атылған деп айтады. Жаңалық деген жерде. Бірақ ол да нақты дәлелденген айғақ емес. Отызыншы қаңтарда Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің акт залында университетіміздің 75 жылдық мерейтойына арналған Қазақстан халықтарының мәдениеті атты фестиваль болып өтті. Оған университетіміздегі 7 факультет қатысты. Фестиваль барысында әр факультеттің студенттері әртүрлі ұлттың мәдениетін, салт-дәстүрін паш етті. Онда қазақ, кәріс, орыс, шешен және тағы басқа ұлттардың көріністері тамашаланды. Талант студенттер әр ұлттың өз тілдерінде сөйлеп, тарихынан сыр шертіп, мағынасы терең, тәрбиесі мол өнер көрсетіп, сол елдің ұлттық тағамдарын көрермендер мен қазылар алқасына тарту етті. Өмір сүріп жатқан халықтардың мінекей мәдениетінің фестивалі болып жатыр. Бұл жерде енді біздің аталған университетіміздің барлық факультеттері мінекей осы бір үлкен сыннан өтті, үлкен бір байқау болды. Бұл жерде мінекей бұл байқау бір қызық жері, ерекше жері. Осы мінекей Қазақстанда өмір сүріп жатқан халықтарының мәдениетін таныстыру, мәдениетін әдейі жұртқа мінекей паш ету болды. Фестиваль өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Оған себеп сайысқа қатысқан студенттердің жоғары деңгейде дайындалып келгендерінен ақ байқауға болады. Фестивальдің қазылар алқасының төрағасы Қостанай облыстық Қазақстан халықтар ассамблеясының жауапты хатшысы Бахадыр Әлімбайұлы Дәндібаев болды. Студенттер өз өнерін көрермен қауымға паш етіп, жұрттың көңілінен шықты. Қатысушыларға мақтау қағаздары мен ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Көрермендер жылы жүзбен тарқасты. Гуманитарлық әлеуметтік факультетінің атын қорғадық, шешен халқының өнерін көрсеттік. Бәріне де ұнады деп ойлаймын. Еліміздің ынтымағы берік болсын. Жалпы осы іс-шараның келер ұрпаққа берер пайдасы мол. Өйткені фестивальдің өту барысында студенттер қазақ елінде тұрып жатқан өзге халықтың өкілдері бір атаның баласындай тату-тату өмір кешіп жатқанның үлгісін көрсетті. Аягөз Мұстафа, Қабжанов Батыржан, Жастар ТВ. Қаңтар айының 31 күні инженерлік техникалық факультетте халықаралық темпус жобасы аясында дөңгелек үстел болып өтті. Жиынның басты мақсаты қарама-қайшылық тудыратын сұрақтардың жауабын іздеу. Инженерлік техникалық факультетінде ғылыми лабораториялық кешені, жаңғырмалы энергия көздері атты ғылыми лабораториялық кешені ашылу рәсімі жүріп жатыр. Жалпы бұл жоба Tempus Green Engine бағдарламасы бойынша бізде университетте орындалып жатыр. Бұл жоба бойынша осы жылы көзделіп отырған жаңа энергетикалық қондырғылар алуға.
устойчивое развитие с применением возобновляемых источников энергии. Это программа Европейского Союза Темпус. Я думаю, вы убедились, и мы уверены в том, что работа с данным оборудованием позволит готовить сегодня профессионалов нового поколения. Үстіміздегі жылдың ақпан айы бойы ветеринария және азық-түлік өнімдері технологиясы факультетінде инновациялық әдістемелік ашық сабақтар өтеді. Осындай сабақтардың бірі мал азығы түрлері тақырыбына арналған. Сабақты өткізуші магистрант үшін бұл педагогикалық біліктілікті арттырудың бір жолы. Яғни болашақ оқытушы ретінде студенттермен жұмыс жасай алу қабілеті арта түспек. Аталмыш сабаққа ауыл шаруашылығы азық-түлігін өңдеу технологиясы мамандығының 3-ші курс студенттері қатысты. Ал оқытушылар сабақтың өткізілуіне өз пікірлерін білдіріп, ерекшеліктерін атап өтті. Ауыл шаруашылығы жануарларын немен қоректендіру керек? Осы сабақтың басты сұрағы. Дегенмен болашақ оқытушы бұл тақырыпты кеңінен өрбіте білді. Сонымен қатар оларға ұшақ түсінікке жатады. Дұрыс па? Дұрыс, жарайды, рахмет. Әр сабақ барысында алған ақпарат студенттер үшін қызықты болып көрінді. Қоректің түрлері және олар туралы біліп келу еге берілген тапсырма болатын. Студенттер бұл тапсырмаға ерекше назармен қарап, толық дайындалып келген. Сабақтың барысы жоспар бойынша ойдағыдай өтті. Бұл сабақ студенттерді бірін-бірі сыйлай, тыңдай білу секілді тәрбиелік маңызы бар қасиеттерге баулиды. Сабақтың соңы сұрақ-жауап алмасумен аяқталды. Ерболат Аханов, Батыржан Қабжанов, Жастар ТВ. Жаңалықтар топтамасы аяқталды. Сіздермен болған мен Ақбота Сақұлова. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.